Дауыссыз дыбыстар. Дауыссыз дыбыстар өкпеден шыққан ауаның кедергіге ұшырауынан жасалады. Дауыстылар таза үннен жасалса, дауыссыздарда салдыр басым болады. Қазақ тіліндегі дауыссыз дыбыстар үн мен салдырдың қатысына қарай үшке бөлінеді. Олар қатаң, ұяң, үнді болып үш топқа жіктеледі. Қатаң, ұяң дауыссыздар таза салдырдан тұрады. Дегенмен, ұяң дауыссыздарда болар болмас үн болады. Ал үнділерде керісінше үн басым болады. Есте сақтаңыздар, Ахмет Байтұрсынұлы үнді дауыссыздарды жартылай дауыстылар деп атаған. Үнді дауыссыздарды жартылай дауыстылар деп атаған. Дауыссыз дыбыстар қатаң, ұяң, үнді. Қатаң дауысты дыбыстар Қ, К, П, С, Т, Ш. Ұяң дауыссыз дыбыстар Б, Г, Ғ, Д, Ж, З. Үнді дауыссыз дыбыстар ол бізде Р, Л, И, У, М, Н, Ң. Яғни міне үнді дауыссыз дыбыстарды бізде Ахмет Байтұрсынұлы жартылай дауыстылар деп атаған екен. Сонымен бізде дауыссыз дыбыстар үшке бөлінеді екен: қатаң, ұяң, үнді. Келесі сабақта кездескенше сау, саламатта болыңыздар.